Біздің ғалымдарымыз айтады, қиыншылыққа сабыр ету үшін не керек? Бастағы ауыртпашылыққа. Тыңдап алыңыздар, жақсы әйел керек, жақсы жолдас керек, жақсы үлгі керек. Үлгі болады адам керек. Үшеу. Жақсы әйел, жақсы жолдас, жақсы үлгі, сіз алатындай үлгі тұтарлық адам болу керек. Егер сен бұл үшеуінде болса сенің бойыңда, сенде ешқандай қиыншылыққа не қылмайсың? Мойымайсың. Жақсы әйел деп отқан себебі мынау. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның Умму Сулейм деген сахабасы болған, сахаба әйел болған. Анас ибн Малик деген сахабаны естудеріңіз бар ма? Сол кісінің шешесі. Айтады, менің әкем Абу Талха, өгей әкем Абу Талханың бір ұлы бар еді. Сол ұлы біраз ауырыңқырап жүрді. Сөйтіп Абу Талха сапарға шығып кеткен кезде, мына бала дүниеден өтті. Сөйтіп Умму Сулейм айтты дейді. Абу Талхаға өзім айтам, ешкім айтпасын баласының өлгендігін. Жарайды деп келісті. Абу Талха үйге келген. Ана кісі әйел сахаба істеген радиаллаху анха дастарханды жайып күткен. Тамағын ішкізген. Содан кейін күнделікті ерлі зайыпты міндетін атқарған, екеуі қосылған, жыныстық қатынасқа түскен, былайша айтқанда. Соның барлығы болған соң әйел былай деп айтқан: ей Абу Талха, біреулерге уақытша бір затты қолдана тұруға берсе, біреулерге не берген? Зат берген, уақытша қолдана тұру деп. Уақыты келгенде кеп сұраса, мыналардың бермей қоюға ақысы бар ма деген. Абу Талха не деген? Жоқ, беру керек деген. Енді аманатқа тастап кеткен зат қой, алып кету керек, қайтадан беру керек уақыты келгенде. Умму Сулейм не деген? Абу Талха, сабыр ет, сауабын Алладан күт, балаң дүниеден өтті деген. Абу Талха ашуланған, тамақ ішкізіп, мені ластап үстімді. Содан кейін айтып отырсың, мынан барлығы мен пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға барып айтам деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға барып айтқан, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыңдап болып не деген? Сендер бүгін қосылдыңдар ма деген? Иә деген. Онда Алла береке берсін балаларыңа деген. Сөйтіп дүниеге Абдулла деген ұл бала дүниеге келген. Абдулла деген. Анасы айтады, шешем маған айтты дейді, мына баланы ешкім емізбесін, барып ең әуелі пайғамбардың аузынан құрма жесін. Тахник дейді бұны шариғатта. Бізде қазақта аузына түкірту деген бар, сол тахник жасасын, соны атын қойсын деп айтты. Пайғамбар саллаллаху алдын алып келдім, пайғамбар аузына тахник жасап, атын Абдулла деп қойды дейді. Кейін бір үлкен ғалымымыз, Суфия ибн Уяйна деген ғалымымыз бар, айтады, мен сол Абдулладан 9 ұл тарағанын көрдім дейді. 9 ұл. 9-ы да Құран жаттаған адамдар еді. Түсіндіңіз бе? Біз демек, адам сабыр ету үшін жанында жақсы әйел болу керек. Мұнан бәрін реттеп жүреді. Үлкен кісілерге біз жастарға айтып отырмын, үйленбегендерге әлі. Жақсы әйел керек.